Менің үшінші аудио кітапшама қош келдіңіз. Үшінші аудио кітапшада сіздердің барлықтарыңыздың көкейіңізде жүрген сұрақтарға жауап бермекшімін. Ал оқырман, мұқият тыңдаңыз. Жаздың күні, ажырасқаныма 1 жыл 7 ай болған кез. Мен ең алғаш рет өзімнің экс жігітіммен танысу күнімді, яғни таныстық күнінен бастағым келіп отыр. Ол 5 шілде күні туған күнінде болатын. Ол кезде салтанат Инстаграм желісінде біраз контент қуамын деп, TikTok тренд видеолар түсіремін деп, Алхаммен бірге видеода бас қосып, жаңағыдай парочка дейміз ғой, қазіргі тілмен айтқанда жұптың рөлін сомдап жүрген болатынбыз. 5 шілде күні маған Алхам салтанат бір дос баламның туылған күні болғалы жатыр еді. Менімен бірге барасың ба, жалғыз өзім барғым келіп тұрған жоқ деп ұсыныс тастады. Кейін мен жоқ, барғым келмейді, мен танымаймын ғой, ол танымайтын ортада мен қалай отырамын дедім. Бірақ Алхам сонда да қоймады. Бірге барайық, 1 сағат 2 сағат отырамыз да, содан кейін мен сені апарып тастаймын дегесін. Жақсы дей салдым, көңілін қимағандықтан. Туған күн кешіне барамыз. Жаздың кезі болғасын, теңіздің жағасында отырыс ұйымдастырып жатыр екен. Кілең жастар жиналған. Шыны керек, осы 5 шілдеге дейін мен көп адамдар бар жерге отырыстарға бармаған едім. Себебі ажырасқаннан кейін біраз жабылып қалдым десе де болады. Көп ортадан кішкене алыстап қалған болатынмын. Сол менің экс жігітімнің туылған күнінің, алғашқы екеуміздің таныстық күнімізде мен үлкен ортаға, туылған күнге, жиынға, оның үстіне танымайтын ортаға бірінші рет барған едім. Бардық. Көрдім, төрде бой десе бойы бар, түр десе түрі бар, анада айтады ғой, дене десе денесі бар, бір барлық жағынан бір минусы жоқтай ер адам отырды, азамат отырды. Атын енді айтпасам да барлықтарыңыз білесіздер. Сол туылған күнде айналасында 5 қыз отырған болатын. Сол 5 қыздың ішінде гүл құсап, жарқырап, жалғыз өзі қақ төрде отырды. Енді таныстырып жатыр бір-бірін. Енді мен ол жерде ешкім танымайтын болғасын, барлық достарын таныстырып, кішкене ортаға кірсін деген мақсатпен, араласып, құраласып отырайық деген мақсатпен біраз әңгімелер, маған деген кішкене арнайы подход жасалды деп айтсам да болады. Кейін жаңағы төрдегі болып жатырған жігіттің, туған күні отырған жігіттің өзі менің қасыма келіп, салтанат, тосайтпадың ба деді. Сол кезде мен не деп тосайтайын, мен сені танымаймын да ғой, тіпті енді туған күні құтты болсын, енді өмір жасың ұзақ болсын, ауырма деп тосты қысқара қайтарған болатынмын. Сол кезде бір түрі жадыраңқы, маңдайы ашық, бір қазіргі тілмен айтқан кезде приятный адам дейді ғой. Сондай өте жағымды адам болып көрінді маған. Содан туылған кеші бітті. Алхам екеуміз ерте қайтып кеттік. Енді шыны керек, өзімізді итак кеш барған болатынбыз. Қайтқаннан кейін келесі күні негізі Алхам екеуміз енді күнде біздер Инстаграм желісіне контент видео түсіріп жүргендіктен түсте кездесуіміз керек болатын. Онымен Алхамның өзіндік жаңағы мәселелері болып қалып, ол келе алмай қалды. Ол мәселелер ұзаққа созылатын жеткізген болатын. Содан кейін мен Алхамның өзіне, онда мен контент түсіретін басқа адам іздей беремін деп алдынан өттім. Сол кезде білмеймін неге екен, сол кешегі туған күндегі баланың түрі көз алдымнан кетпеді. Содан бір түр андай келісті екен да, видеоға неге әдемі шығады екен деген ой өзімде бір қалыптасып қалып қойды. Содан оған Инстаграм желісінде жазамын. Сәлем, қалайсың? Мен ғой Салта, саған бір ұсыныс бар еді. Жаңағыдай менімен бірге контент видео түсіруге қалай қарайсың дедім. Мен шынымен ойладым, енді бір жағынан спортсмен болғандықтан бұл ұсынысты қабылдамайтын шығар деген ой болды. Бірақ ол бірден ответ жазды маған. Бірден жауап келді. Инстаграмға жазғаннан кейін бір 5 минуттан кейін сәлем, жақсы, өзің шүкір, қалайсың? Түсіруге болады деп бірден келісті. Таңғалдым. Екеуміз уже 2 сағаттан кейін паркте кездестік. Паркте сол алғашқы видеоны түсірмек болдық. Сағат 4-тің кезі өзі, жаздың кезінде бардық. Ол қасына 2 баланы алып шықты. Енді біреу видеоға түсіріп тұрады, көмектеседі деген сияқты қылып. Басында енді шыны керек туған күнде көрген кезде бір кішкене сөзге шеберлеу, бір сөзді
андай айтады ғой, көп сөйлейтін бала дейді ғой, сондай бір общительный адам деп ойладым, бірақ мүлдем сөйлемейді екен. Бірақ жаңағы инстаграмда дайректтегі жазғандарына қарасаң, бір тілге жатып алған адам сияқты болып көрінгенімен былай өмірде өте жуас екен. Жеке кездескен кезде білесің ғой енді адамның қандай екенін, ортада білінген жоқ ол енді. Содан алғашқы видеомызды түсіріп бастадық. Бірақ бірден менің айтқаным, алдын ала мынандай видеолар түсірмес бұрын келісіп алған болатынмын. Арада ешқандай да жаңағыдай жеке өмірмен мына инстаграмдағы өмірді араластырмаймыз. Біз инстаграмда енді видео болғандықтан жаңағыдай кішкене бір-бірімізге күліп қарап, сондай взгляд жасап деген сияқты дүниелер болады. Бірақ оны жеке өмірмен шатастырмаймыз. Яғни қыз жігіт болып жүру жоғынан деп негізі басынан бастап мен ескертіп айтқан едім. Сонымен бір апта болды. Бір апта бойына как идеальный партнер ретінде ол күнделікті обедте шығамыз, видеоларды алып келеді, мен де дайындап алып келемін, екеуміз талқыға салып сол видеоны түсіріп жүрдік. Кейін бір апта бойына түскісін түсіретінбіз, кешке өйтіп кездеспейтінбіз. Бір аптадан кейін маған сол видео түсіріп жатырған кезде обедте айтады, ертең біздер достарымызбен барлығымыз, алдында мен туған күнімде болған достарым бар ғой, солармен бірге походқа баратын едік. Жаздың кезі ғой, бір жағынан теңіздің жағасында да кішкене контент алып қайтайық. Жақсы ғой, мен не алып шығам, кимоно алып шығам деп, ол енді өз спортсмен болғасын, ода жаңағы форма деп айтады ғой бір сөзбен. Сол кимоно болатын. Соны алып шығамын, әдемі видео жасаймыз дегесін. Мен қасқа өзім енді контентті ойлап қалған адам болғасын, жақсы я деп келісе салдым. Артық ешқандай ой жоқ. Сонымен келесі күн болады, дайындықпен кәдімгідей бар затымызды буып түйіп, жаңағы қаладан бір сағаттық жер, бір 40-50 минуттық жерде теңіздің жағасына барамыз. Оның достары бар. Мен жалғыз өзіммін, енді ортаға енді келіп жатырған адаммын, көбісін дұрыс танымаймын да. Аманбектің қасында енді машина кішкене біраз теңіз жаққа дейін бара алмайтын болғасын, шеткі жаққа қойып, қазандарды тасып жаяу тура теңіздің басына дейін бардық. Теңіздің басына бардық. Онымен жарты достары тамақ пісіріп жатса, жарты достары жаңағыдай доппен ойнап жатыр, біреу қыздары суретке түсіп жүр деген сияқты, біреу дастархан жасап жатыр деген сияқты. Біздер енді теңіздің жағасында өзіміз контент түсіріп жатырдық. Содан бір апта бұрынғы жаңағыдай тек қана осы контент түсіреміз деген оймен жүрген менің енді экс жігітімді айта берейін. Экс жігітімнің көзінен уже басқаша отты көрдім. Сезіктене бастадым, біртүрлі күмәндана бастадым. Сонымен видеоны түсіріп болғаннан кейін барлығымыз дастарханның басына жиналдық. Дастарханның басына жаңа тамақтанып, әңгімелесіп отырдық. Тамақты ішіп болғаннан кейін барлығы енді бір дастархан басына барлығымыз отырмыз, бірақ әркім жаңағыдай өз тірлігін жасап жатыр. Біреу анаумен сөйлесіп, екеуі ара сөйлесіп, үшеуі ара әңгіме айтып деген сияқты. Сол кезде бірден менің экс жігітім сол кезде неге екенін білмеймін, бетімнен сүйіп алды. Мен түсінбей қалып, түрім бірден бұзылып кетті да, бетіне қарап, өзіңе көп алма деп жауап қайтардым да, содан кейін онымен мүлде тілдеспей қалдым. Ол кейін көңіл күйі түсіп, кішкене алшақтап жырақтап кетті. Өзі де біртүрлі болып қалған сияқты, негізі ол басқа жауап күткендей болды. Сонымен жаңағы походымыз бітті, барлығымыз үйімізге қарай, қалаға қарай қайтпақшы болдық. Қалаға қарай қайтып келген кезде мен енді өз көлігіммен жүргендіктен олар бөлек көлікпен кеткен болатын. Мен уже үйге кіріп кетіп, үйде үй киіммен жайбарақат жүрген кезде экс жігітім хабарласады. Астына келіп тұр едім, 1 минутқа астына түсіп кетесің ба деп. Содан енді не айтпақшы болды екен деп, бағана қызық қой, сонымен астына түстік. Барғаннан кейін есіктің алдында отыр екен. Содан манағы жасаған өзінің қылығы үшін кешірім сұрап, екіншіден ұнататынын айтты. Бірақ енді ойлап қараңыз, екеуміздің былай таныстығымыздың өзіне 1 апта ғана болды, ал жігіт танымастан бірден уже сезім білдіріп жатыр. Мен сол жерде уже кешірерсің, мен саған алдын ала айтқан болатынмын, ешқандай да қыз жігіт деген сияқты сезімдер болмасын деп. Себебі мен ажырасқан әйелмін, ал сен бойдақ жігітсің деп. Тең-теңімен, тезек қауыммен деген сияқты, сен менің теңім емессің деп бірден бетін қайтарған болатынмын. Оның үстіне сен мені әлі дұрыс танымайсың.
сен менің тек қана Салтанат екенімді және инстаграмда блогер екенімді ғана білесің, болды, артық мені танып білмейсің деп жауап берген болатынмын. Кейін өзі, кешірім сұраймын, мен де асыққан сияқтымын, бірақ мен берілмеймін деген сол сөзі жадымда қалып қойды. Бірақ енді ауызбен айта бергесін сенбейсің ғой, қош, ладно, жай айта салған шығар деп, өйтіп екінің бірі айтып жатыр ғой деп. Онымен бірақ жігітіміз қойған жоқ. Уже қырсыға бастады. Жаңағыдай қадамдар дейді ғой, сондай қадамдар жасай бастады. Ол қадамдарын мен құптамасам да, ол өзінің жаңа әрекеттерін тоқтатқан жоқ. Кейін енді өзімнің бөтегім болғасын, мен Алматыға жол жүріп кеткен болатынмын. Қасымда құрбым, тағы бір досым болатын, үшеуміз Алматыға жол жүрген болатынбыз. Алматыда енді жұмыстарым, шаруаларым бар деген сияқты, сонымен кетіп қалдық. Ал мен жаңағы экс жігітім, ол қалада қалған болатын, Ақтауда. Содан Алматыда жаңағыдай шаруамызбен келдік. Келгенімізге бір 3 сағаттай ма 4 сағаттай ма болды. Бір уақытта есік қағылады. Есікті ашсақ, жаңағы экс жігітім Алматыға дейін келіп тұр екен. Сол кезде мен ол жігіттің сезімінің шынайы екеніне бір қадам сендім деп айтқым келеді. Себебі шамалы адам былай әрекет етпейді ғой. Ауызбен айтады, бірақ іспен әрекет етпейді. Ал маған бұл жігіттің айтқан сөзінде тұрып әрекет жасап жатырғаны бір қыз ретінде андай приятно болып қалады ғой, сондай болып қалды, бірақ түріммен тіпті білдірген жоқпын, түр берген жоқпын. Бірақ инстаграм желісіне барлығы шыны керек андай жоп деп екеумізді қосулай бастады. Негізінде бұлай жоп емес, біз инстаграм желісіне тек қана контент түсіріп жүрдік, бірақ барлығы жоп деп ойлап екеуміздің арамызда кәдімгі шиперство дейді, қазір енді шиперить етеді дейді, енді бір-бірін сөйтіп жаңағыдай қосулап неше түрлі фан аккаунттар ашылып кетті. Ол сезім білдіргенмен менің өзімде жаңағыдай еркектерге деген бір реніш қалып қойған. Неге екенін білмеймін, сондай бір еркек адамдарға деген бір реніш қалады екен. Ажырасқан әйелдің көбісінде болады деп ойлаймын ол. Сол реніштің кесірінен ба мен оны біразға дейін қабылдай алмадым. Ол қоймай әрекет жасай бергеннің кесірінен шыны керек мен екеуміздің қатынасымызды тоқтаттым. Болды, енді мүлдем араласпаймыз деп, не видеода түсірмейміз, не бұлай өмірде де араласпаймыз деп бірден жаңағы арадағы қарым-қатынасымызды үзген болатынбыз. Арада 2 ай өтті. Қыстың кезі, жаңа жылдан кейін мен білесіздер өзімнің бірінші аудио кітапшамды сол январда шығарған болатынмын, жаңа жылдан кейін. Сол моментте маған видеоға түсуге шыны керек енді. Ол бір жағынан менің сценаристімнің, бір жағынан құрбыларымның, бір жағынан жақындарымның, қасымдағы адамдардың кеңесімен сол адам дәл сол рөлге келеді. Соны алайықшы деп қоймағасын, шыны керек біздер хабарластық. Экс жігітімен хабарласып ұсыныс тастадық. Ол бірден келісті. Білесіздер, ол ешқашан маған жоқ деп айтпаған. Сонымен бірден келісіп, жаңағы аудио кітапшаның видеосын түсірмекші болдық. Видеосын түсіргеннен кейін ол қайтадан менімен тіл табысқысы келді. Бірақ білмеймін, енді өзімде ондай қатты бір сезім болмағандықтан, бір тартылыс күші болмағандықтан мен мүмкіндік бергім келмеді. Бірақ ол экс жігітім кәдімгідей өзінің шынайы сезімі бар екен, шынайы ниеті бар екен, алдағы уақытта, болашақта оның өзінің жаңағыдай жоспарлары бар екен айтқаннан кейін өзім ішімнен ойланып қалдым. Неге мүмкіндік беріп көрмеске деп. Сонымен сол негізгі біздің хикаямыз басында енді пранкпен басталды, тиктоктағы трендтардан басталды да. Ол трендтардан кейін осылай жаңағы экс жігітімнің сезімі пайда болуының арқасында махаббатқа бір ұласты деп те айтуға болады. Январ айынан бастап екеуміз ресми түрде дейді ғой, ресми түрде жаңағыдай қыз бен жігіт ретінде араласа бастадық. Оған дейін мен оны қабылдамадым, бірақ сол кезден бастап неге мүмкіндік бермеске деген оймен оған жаңағыдай кішкене қадам жасауына, әрекет жасауына уақыт бердім.
екеуміз басында енді барлығы жақсы болады ғой, жаңағыдай жақсы әрекеттер жасап жүреді, неше түрлі жаңағы сыйлықтар жасап жатыр, тосын сыйлар қуанту үшін үнемі қасымда жүреді. Бір шаруам болып қалса, жаңағыдай бір жерде қиналып қалып жатырсам, көмегі керек болып жатырса, лезде қасымнан табылатын. Бірақ ол менің қасымда ұзақ уақыт болған сайын, оның сезімі де жаңағыдай бір қалай айтсам болады, лаулап жана берген сияқты болып көрінді маған. Себебі көлеңкеден де қызғанатын жаңағы жігіттер болады ғой. Дәл сондай жігіттердің қатарынан көрдім оны. Оның алдында мүлдем білдірмейтін ондай қызғаныш сезімін. Бірақ сол жаңағы ұзақ уақыт менімен жүріп, 24 сағаттың бір сөзбен айтқанда бір 15 сағаты, 14 сағаты бірге жүретінбіз. Бірге жұмысқа барамыз, жұмыстан бірге қайтамыз, бірге тамақтанамыз деген сияқты. Кешкісін достармен бірге киноға барамыз, далада жүреміз. Бір сөзбен айтқанда, мына 80% уақытым сол кісімен өтті. Ал ол кісі жаңағыдай қызғанышқа қатты бой беріп қойған соншалық, көлеңкеден қызғанып, ұрыс керістер басталды. Ол ұрыс керістің кесірінен өздеріңіз де білесіздер, арадағы қарым-қатынас жайлап жаңағыдай суи бастайды. Онымен екеуміздің жаңағы жүріп жүргенімізді, сөйлесіп жүргенімізді естіген оның отбасы қарсы болды. Бір жағынан түсінуге де болады, бірақ басынан да енді мен ол баланың өзіне айтып жүрдім. Жаңағыдай мен ажырасқан әйел болғандықтан ертеңгі күні сенің артыңа сөз келеді, сен бойдақ баласың, бойдақ бала бойдақ қызды алу керек. Ертеңгі күні жаңағыдай ене болғанда енді мамасын айтып жатырғаным ғой, енесіне бір адал қызмет ететіндей таза келін дейді ғой, сондай аппақ келінді ақ табалдырығынан аттаттырғаны дұрыс еді деп айтқан болатынмын. Бірақ өзі тыңдамағандықтан, дес бермегендіктен мен барлығын көндіремін, барлығы саған жақсы қарайтын болады, басында сәл қиын болуы мүмкін деп өзі де қысқара солай менің сұрағыма жауабын қайтарды. Бірақ оның отбасының қарсы болғаны дұрыс нәрсе, себебі өзімізден шыны керек, анамыз ғой, ертеңгі күні қызымызды ажырасқан еркекке бергіміз келмейді деген сияқты. Сондай бір ана ретінде мен ол жақты түсіндім. Ол әулеттің жаңағы енді өздерінің інілеріне деген, өздерінің бауырларына деген жанашырлығын білдіріп жатырғанын түсіндім. Содан шыны керек, мен экс жігітіммен өзімнің ара қатынасымды үзгім келді. Оның бір жолын байлап жүрген сияқты болып сезіндім өзімді. Арада ұрыс-керіс бола берсе де, жаңағыдай кішкене көп адамдардан қарсылық келіп жатырса да, ол менен бас тартқан жоқ. Соңына дейін келді деп айта аламын. Себебі ол өзі отбасы маған ғана керек, және сендер менімен ғана тұрасыңдар, болды деді. Оны шешетін мен деді. Басқа адам араласпау керек менің отбасыма дейді. Мен отбасымда не болатынымды, кіммен болатынымды өзім шешемін деген болатын. Сонымен жаздың кезіне келіп қалдық, таяп. Жарты жылдай болды екеуміздің қызбен жігіт болып сөйлесіп жүргенімізге. Ал отбасысы біраз уақытқа дейін қарсы болды. Біраз уақытқа дейін жаңағыдай тығылып та жүрдік. Байқасаңыздар, біздер мүлде одан кейін контент түсірмей кеттік. Сол январь айынан кейін біздер не инстаграмда видео түсірген жоқпыз, не былай жаңағы стористарда көрінген жоқпыз. Мүлдем екеуміздің бір-бірімізбен сөйлесіп жүргеніміз туралы хабардар етпедік. Сонымен жаздың кезінде екеуміз сөзге келіп қаламыз, қатты сөзге келіп қаламыз. Оның қызғанышы шыны керек кішкене бір менің жұмысыма болсын, менің кішкене сыртта жүргеніме кедергі бола бастады. Себебі оның қызғанышы өскен сайын біздің екеуміздің арамыздағы сезім өше бастады ма деп те ойлап қаламын. Сонымен екеуміз сөзге келіп қалғаннан кейін бір 2 күнде хабарласқан жоқпыз. Қыздар енді біздер андаймыз ғой, черный список деген бәле бар ғой, сол списоктың төрінен орын беріп қоямыз бүкіл жерден, инстаграмнан бәрінен оны салып жібердік қара тізімге. Кешкісін жұмыстамын. Жұмыста шаруаларымды бітіріп, шамамен сағат 8-дің кезі. Шаруаларымды бітіріп ортадағы диванда демалып жатыр едім. Аяқ асты менің экс жолдасым келеді. Бірден түсінбей қалдым бұл жағдайға, себебі бізді 1 жылдан асып кетті ғой, енді 2 жылға таяп қалды. 2 жыл бойына іздемеген әке
1 жыл 9 айдан кейін келіп тұр. Кішкене бетіне қарадым. Маған қарады да 1 минутқа сыртқа шығып кете аласың ба деді. Не болып қалды, жайшылық па деп таң қалып тұрмын бір жағынан. Сол кездегі маған айтқан сөзі бір жаңағыдай қатесін түсініп, бір тәубесіне келген пенде болады ғой, сол сияқты кейіп танытты. Мен қызымды көрейін деп едім, бүгін шықсақ бола ма деді. Енді мен ана болғандықтан шыны керек бір осы күнге дейін мен есігімді оған қаққан жоқпын. Не келме деп те айтқан жоқпын оған. Еш нәрсе айтпадым, тіпті алимент сірә жайына қалды, өздерің білесіңдер. Алимент өзі зорға жүрген адамнан қалай сұрайсың? Біреуді жылатып алған ақшадан одан да сол алмағаның артық қой. Сонымен мен бірден келісім бердім. Дедім, ол сенің қызың дедім. Керіссек, жаңағыдай арамызда бір кикілжіңдер болып қалса, ол екеуміздің арамызда дедім. Бірақ ол ешқандай да балаға әсер етпеу керек дедім. Бала әкесімен кездесу керек дедім. Менің оған ешқандай қарсылығым жоқ дедім. Жарайды, сағат 2 сағаттан кейін, сағат 10-дарда келсең болады. Үй жақтан мен қызды киіндіріп алып шығамын дедім. Онымен 2 сағат өтеді. 2 сағаттан кейін мен үйге барып, жаңағыдай қызымды киіндіріп, сыртқа шығамыз. Ол көлікпен үйдің алдына келіп тұрады. Үйдің алдынан екеумізді алып кетті. Бірақ ұмытпаңыздар, осы кезде біз жаңағы экс жігітім екеуміз керісіп қалған болатынбыз. 2 күн бойына сөйлеспеген болатынбыз. Ал мен экс күйеуіммен сыртта қызымды көрсетуге шықтым. Басында енді қызым көлікке отырғаннан кейін кішкентай бала болғасын, тербеліп отырғасын бірден ұйқыға кетіп қалды. Оны ұйқыдан тұрғыза алмадық. Теңіздің жағасында көлікте бір 40 минуттай отырдық, қыздың оянғанын күтіп. Сол кезде бір экс күйеуімнен байқағаным, бір адами қалыпқа келгендей кейіп танытып отырды. Оған енді соңына дейін адам сенбейді ғой, себебі қол жұмсаған адамнан бәрін күтуге болады. Себебі өмірде айтады да, адамның денесін Алла тағала жаратқандықтан ол денеге бір сызат түсіруге ешқандай пенденің хақы жоқ. Алланың маған аманат еткен денесіне сызат түсірген адамнан барлығын күтуге болады деп ойлаймын. Бірақ өйтіп ойласам да бәрібір де қызы мен әкесінің арасына тұрмай мен алып шықтым. Ал енді қызым оянады 40 минуттардан кейін. Сонымен экс күйеуімнің ұсынысымен паркке барамыз. Паркте ойнатқым келеді деп жақсы дедім. Оның жаңағы жоспарлап келген барлық қадамдарына, әрекеттеріне келісіп отырдым. Содан паркке бардық. Паркте өзі ойнатып жүрді. Шынымды айтайын, өтіп қасында жаңағыдай бір отбасы ұқсап, 3-ші адам болып жүрген ештеңем жоқ. Шеткі жаққа кетіп жаңағыдай ананы алып қайтамын, су алып қайтамын, бүйтіп қайтамын деп шеткі жақта тұрдым. Ал ол өзі қызыммен арғы жақта жаңағыдай каруселдерге, машиналарға болып көңіл көтеріп жүрді екеуі. Бірақ енді қызым осы күнге дейін ол адамды көрмегендіктен бала бәрібір де жатырқайды. Жатырқағандықтан қасына барған болатынмын. Қасында тұрдым. Екеуі жаңағыдай каруселде болып жатыр. Кейін сол парктегі адамдары келіп, жастары бар, үлкендері бар, жаңағыдай азнаулақ бір 5-6 адам суретке түсейін деп едік сізбен деген ұсыныспен сол кісілермен суретке түсіп тұрған едім. Суретке түсіп тұрғанымда оқырманымның телефоны көз алдымнан төмен түскен кезде алдымда менің экс жігітім өзінің достарымен келе жатыр екен. Түрінен алыстан келе жатырғаннан өте ашулы, ызалы екенін бірден байқадым. Бірден келді де, қызды ал, жүр, кетеміз деді. Дәл осылай қысқара қайтарды. Сонымен мен оның уже көз қиығынан түсініп қалдым. Әрі қарай үлкен дау шығып кетпес үшін, айқай шығып кетпес үшін бірден қызымды алдым да көлікке қарай беттедім. Ал менің экс жігітім достарымен бірге барлығымыз сол жерден заттарымды, жаңа көлікте экс күйеуімнің көлігінде қалып қойған заттарымды барлығын алып, бірден жаңағы экс жігітімнің көлігіне отырып кеткен болатынбыз. Сол кезде енді экс күйеуім кішкене назар болып қалды.
себебі наразы болып қалды. Себебі енді шынымен қызы мен әкесінің арасында енді тұруға былай айтқанда ешкімде құқы жоқ қой. Тіпті анасы болсам да мен арасында тұрып тұрған жоқпын, кедергі болып тұрған жоқпын. Сонымен сол күні мына өмірімдегі бір ең қиын сәт дейді ғой, сол сәтті басымнан өткізетін күн туды деп айтсам да болады. Өзімнің экс жігітім өте ашулы болатын. Ашулы болған кезде ол жаңағыдай айналасындағының барлығын тасталқанын шығарып жібереді. Дәл сондай күйде тұрған экс жігітімнің жаңағыдай ашуын байқап, бірден өзімнің қызымды үйге апардым да қайтадан жеке сөйлеспекші болдым. Бірақ ашулы адаммен, ызалы адаммен бір сабырлы түрде сөйлесу мүмкін емес екенін түсіндім. Жылап та айттым, айқайлап та айттым. Бір жағынан енді жаңағыдай бойдақ бала болғандықтан кішкене ол үлкен кедергі алып келді екеумізге. Соны да түсіндіргім келді. Екеуміздің арамызда еш нәрсе болмайды, болашағымыз жоқ дегендей қылып, сен өзің теңіңді табуың керек, менің теңім бөлек дегендей қылып түсіндіргім келсе де ол мүлде келіспеді. Өте қырсық болды. Жоқ, мен сені алмай қоймаймын деген сол бір сөзі жадымда қалып қойды. Екеуміз жеке сөйлесіп отырған кезде менің экс жігітім мен келіспеймін деді. Осылай осы уақытқа дейін 2 жыл бойына іздемеген адам не үшін іздеп келді деп ойлайсың? Осы күнге дейін бір хабарласпаған адам не үшін хабарласты деп ойлайсың? Оның үстіне кешкі уақытта неге шығасыңдар деген сияқты сұрақтың астында қалдым. Біраз жаңағыдай ашумен отырып көптеген ауыр сөздерде айтылған болатын. Бірақ ол ауыр сөздің ешқайсысына мен кінәламаймын. Себебі енді мен оның шынайы жақсы көретін, шынайы сезімі бар екен білгендіктен мен оның қызғанышын да, ішкі жан дүниесін де түсініп отырдым. Экс жігітім ұсыныс тастады. Қазір үшеуміз отырып, экс күйеуің, сен, мен үшеуміз отырып, осы бір істің, осы бір мән-жайдың, осы бір мәселенің басын ашып алайықшы деді. Таңғы сағат 4 болса да, менің баяғы экс күйеуіме хабарласып, оның үй жағына бардық сөйлесуге, яғни. Ол астына түсіп көлікке отырды. Көлікке отырғаннан кейін менің экс жігітім алдағы уақытта мені өзінің жұбайы ретінде, менің қызымды өзінің қызы ретінде көретін, яғни болашақта біз оның отбасы болатынын хабарлады менің экс күйеуіме. Және де экс жігітімнің айтқан бір сөзі, мен болашақ отбасым болғандықтан бұл отбасыма сенің жақындағаныңды қаламаймын деп өзінің ойын, өзінің қадамын, пікірін, ниетін жеткізген болатын. Бұл айтқан ұсынысқа менің экс күйеуім үндемеді. Бір жағынан басында енді ашумен болды барлығы. Бірден жаңағыдай кіре салған кезде менің экс жігітім жаңағыдай неге жазасың салтанатқа, осыншама уақыт өтіп кеткеннен кейін не үшін хабарластың, осы уақытқа дейін хабарласатын болсаң қайда қалдың сен деген сияқты қарсы сұрақтар қойылған болатын. Оған менің экс күйеуім де қарсы жауап берді. Әрине еркек болғандықтан бір-біріне қырсықты сол сөздер. Бірақ ешқандай да жаңағыдай бір-бірін ұрып деген сияқты әрекеттер болған жоқ. Жай ғана сөзбен болатын. Мен экс күйеуімнің қайтарған жауабы ол менің келіншегім ғой, неге хабарласпаймын деді. Ал менің экс жігітім, ол сенің бұрынғы келіншегің. Менің қазіргі қызым, болашақтағы менің отбасыларым деп жауап қайтарған болатын. Сол кезде менің экс күйеуім үндеместен көліктен түсіп кетті. Не иә, не жоғын айтпай түсіп кеткен болатын. Біздер енді түсінбей қалдық. Енді жауабын айтпағандықтан қандай шешімге келетінімізді бір сөзбен айтқанда білмей қалдық. Мен өзімді бір екі оттың ортасында қалып қойғандай сезіндім. Екі ортада шыбын өледі демекші, соңында сол шырылдап шыбын құсап қалған өзім болдым.
Сонымен экс жігітім екеуміз ол жерден қайтып кеттік, үйге қарай кетіп қалдық. Келесі күні менде жаңадай ашылу салтанаты болатын. Сол ашылу салтанатында лента кесетін едім. Сол жоспарыммен түскі уақытта үлкен халықтың алдында осындай мерекелік іс-шараны өткізген болатынмын. Кешкісін тағы бір партнерлармен, адамдармен кездесуім керек болғандықтан бір кафеде отырғанбыз. Қасымда жаңағыдай көмекшілерім бар, қасымда апам бар бір жағынан. Солармен партнерлармен кездесіп отырғанбыз. Сол кезде телефоныма суық хабар келеді. Қоңырау шалады. Менің экс жігітім қоңырау шалып, мен қазіргі кезде жаңағыдай осындай бір үлкен даулы төбелес болды деді. Мен ол төбелестен бейхабармын. Еш нәрседен хабарым жоқ. Мен олардың жаңағыдай жағдайға душар болып қалған, барлығы да жаңағы полициялық бөлімшеде отырғандарымен тіпті хабарым жоқ. Сол кезде маған естіртеді. Естірткеннен кейін бірден жаңағы дастарханды тастап, сол жерден тұрып полиция бөлімшесіне қарай жол тарттық. Сөйтсем, менің экс күйеуім экс жігітіммен келіспей қалып, екеуінің арасында кикілжің туындап, бір сөзбен айтқанда еркектер жаңағы ашуға ерік берген кезде олардың милары жұмыс жасамай қалады, қолдары жұмыс жасап кетеді. Сол жағдай менің басымнан өтті деп айтсам болады. Себебі екеуі өте қатты төбелеске, өте қатты ұрысқа тап болды. Менің экс күйеуімнің көретін жер жоқ. Себебі енді білесіздер, ол арықтау, бойы ұзын келген, ал жаңағы менің экс жігітім кішкене денелі, салмақты екенін білесіздер. Сонымен не керек, енді бір сөзбен айтқанда бір жағынан енді менің экс күйеуімді білесіздер. Іс әрекеттен гөрі көбіне жаңағыдай ауызбен жұмыс жасайтын адам. Аузымен орақ орып, іске келген кезде әумин Аллах акбар. Дәл сондай адамның қатарынан болғаннан кейін бір жағынан айтқан сөзінде тұрмайды, екі сөйлейді деген сияқты, екі жүзділік танытады. Енді ойлап қараңыз, менің жүкті кезімде мені қылғындырған адам енді басқа адамды аяп не қылсын? Өзінің қойнында жатырған қатын, сол қатынның ішінде жатырған баласын аямай, ашкөздік танытып, дүнияның артында ақшаның кесірінен қылғындырған адам басқа адамды қылғындырмасына кім кепіл береді? Бірақ енді менің экс жігітім кішкене салмақты болғандықтан дес бермеген. Ал экс күйеуім бетінің көретін жері жоқ. Бұлай енді аяқ қолы бәрі балғадай сау, ол жағдан ештеңе болып тұрған жоқ, ми шайқалған ештеңесі жоқ. Бірақ енді бетінде үлкен ісіктер бар, жаңағы көгерген жерлері бар деген сияқты бір жағынан жағы түсіп қалған болатын. Оның алдында да айтақ жаңағы әлім білмеген әлік дейді ғой. Жас кезінде талай сөйтіп әлек болып жүріп, бір жаңағы мықты күшті адамға тап болып қалып, жағы түсіп қалған болатын сол жас кезінде. Ал мына екінші төбелесінде, менің экс жігітімен төбелескен кезде де жағы салбырап қалып, 2 ай бойына жаңағыдай жағында темір тұрды. Тамақ шалмады деген сияқты. Темірді 2 ай бойына енді алған жоқ, жақ сүйегі босап кеткендіктен. Сонымен ендігі мән жайды айта кетейін. Сонымен полиция бөлімшесінде отырмыз. Экс күйеуім, экс жігітім барлығы сол бөлімшеде. Ал экс жігітім осындай екеуі сөзге келіп қалғанын, жаңағыдай бір-біріне боқтық сөздер айтқанын туралы жаңағы жеткізді. Барлық мән жайды не болғанын, қалай болғанын. Сонымен не керек? Бірақ үстінен осындай іс қозғалып жатырғанын да жеткізді. Себебі енді бір жағынан менің экс күйеуім андай адамды бір жаман деп те айтқан келмейді ғой. Бірақ адам қандай, қалай бар, дәл солай айтқанда дұрыс деп ойлаймын. Сол жерде кешірім де берген жоқ, бір сөзбен айтқанда адамгершілік танытқан жоқ деп айтқым келеді.
білмеймін, бір адамның түбіне жеткісі келді ма, ол адамның түбіне жеткенде ол адамның өзі не пайда табады деп те ойлап қалдым. Сол кезде өзімнің экс күйеуімнің толыққанды бет пердесінің барлығы ашылды деп айтсам да болады. Ал менің экс жігітім темір тордың артына кетті. Темір тордың артына бір жағынан қызғаныш сезімі де бар, махаббат сезімі де бар, мені қорғайын деген өзінің ниеті де бар. Соның кесірінен өмір әділетсіз дейді ғой. Сол әділетсіздікке менің экс жігітім тап болды. Ал енді жаңағыдай үстіне іс қозғалып жатырғасын, неше түрлі шаралар жасап жатырық. Оның үстіне бір айтқаны маған осындай экс күйеуімнен кешірім қағаз алып келуім керек деді. Ал менің экс күйеуім ауруханада жатты. Оның енді жағын салу керек болғандықтан жағын операция жасау керек. Операция енді мини операция. Онда қатты асып бара тұрған ойбай дейтіндей әзәуле қылатындай бір операция емес. Жай ғана бір-екі құсатқандай темір салып тастайды екі жаққа. Тек бір қиналатыны сол 2 ай бойына дұрыс тамақ іше алмайды, тек сұйықтық қана іше алады. Ауруханада отыр. Аяқ қолы бірақ балғадай. Ешқандай жерінде ондай синек жоқ, тек жаңа көгерген жерлері бетінде ғана болатын. Ауруханаға барып, шыны керек, мен өзімнің экс күйеуімді көндірмекші болдым. Кешірім қағазды алу үшін көндірмекші болдым. Бірақ ол адамның тас жүрек болғаны соншалық бір жібімеді. Бір адамға деген аяушылық жақсы. Енді ол менің экс жігітіме ренжіп отырса да, оның ар жағында көз жасы сорғалап қалған, етегі көлге толған анасы отырғанын кішкене ойлану керек еді. Бірақ ол анасының көз жасына да қараған жоқ. Аналары неше рет оның табалдырығына барып кешірім сұраса да, үлкен кісі, 70-тен асқан кісі. Ойлап қараңыз, үлкен кісі басын кішірейтіп, мына боқ мұрынның алдында кешірім сұрап тұрған кезде де жібімеген тас жүрек адамды адам деп айту, білмеймін, бір ауызға келмейді. Енді өзінің баласын, өзінің қатын аямаған адам басқа адамды аяп не қылсын дейсің ғой да. Бірақ сонда да бір кішкене өзгерген шығар, бір ақылға келген шығар, тәубесіне келген шығар деген оймен неше түрлі әрекеттер жасадық. Ауруханаға неше рет мен шынымды айтайын кірдім. Неше рет алдына жылап бардым. Тіпті оның үйіне дейін жылап бардық. Мен өзім мынандай жағдайда бір өмірімде, бірақ мен мүлде андай адам көңілге алып жылайды дейді ғой. Ондай нәрсе болмаған еді. Ал мына экс жігітім осы темір тордың артына кеткен кезде мен өмірімде бірінші рет сол кезде көңіліме алып жыладым, жүрегіме алып жыладым, қатты жыладым. Ондай мен көз жасымды көрсетпейтін адамдардың қатарынанмын ғой. Ешкімнің алдында көз жасымды көрсетіп, ешкімнің алдында өйтіп түспейтін едім. Бірақ сол кезде мен экс жігітім үшін сол темір тордың артына кеткеннен кейін бір жағынан қадірімізді білдік па деп те ойлап қалдым да. Себебі қасымда жүрген кезде мүлдем оның қадірін білген жоқпын. Оның бағалай білмедім да. Сол кезде түсіндім. Оны менен алыстатқаннан кейін барып түсіндім да, оның барлығын. Ал оған дейін қасымда жүргесін өйтіп еш нәрсе білінбеген еді. Талай осылай экс күйеуімнің алдына барып жаңағыдай жалбарынып түстім. Шынымды айтайын, өмірі мен адамның алдында жалбарынбаған мен сол кезде кәдімгідей бір сөзбен айтқанда кешірім сұрап, сол кешірім қағазды алайын деген ниетпен барлығын жасадым. Бірақ мүлде бермеді. Бермегесін мені өзімнің анамды араластырдым. Өзімнің анамнан сұрадым. Жаңағыдай сен барып көрші, мүмкін үлкендер келісім беріп қалар, бір бағдар беретін, бір осыны бір түзу жолға салатын, бір ақыл айтатын үлкендер бар шығар дедік. Бірақ онымызбен түк шыққан жоқ. Үйіне табалдырығына неше рет жаңағы оның экс жігітімнің анасын, үлкен кісі ғой енді, үлкен кісіні жаңағыдай алып барсақ да бір жүректері жібімеген тас жүрек адамдар екен. Бір менің ойлап қалғаным, мына өмір бумеранг дейді ғой, барлығы айналып келеді ғой. Бір ананы, оның үстіне ананың көз жасына қалған адам бұл өмірде оңбайды. Сол нәрсені біз неше рет жеткізгіміз келсе де, Алла тағаланың өзі кешірімді болып тұрғанда, сен кешірмейтін шірік көкірек пенде
қабірде құрт жейтін түріңмен неменеге екі көкірегіңе нан пісіп отыр деген дүниені мен оларға айтқым келген. Бірақ ешқайсысы келіскен жоқ. Соңына дейін осындай өздерінің жаңа тас жүректілігін көрсетті. Барлық түк шықпағаннан кейін не керек, енді мен 7 пакетімді арқалап, тамақтарымды арқалап, қасымда көмекші қыздарды, былай жұмысымда қыздардың барлығын жинап, түнімен тамақ пісіріп, таңертеңгісін ерте сағат 7-лерде түрменің алдына тамақ кіргізуге барып жүрдік. Тамақ кіргізуге біздер жиі баратынбыз. Соның кесірінен ба білмедім, менің экс жігітімді қаладағы отырған жерінен басқа жаңағы 2 сағаттық жердегі ауыл аймаққа қарай ауыстырып жібереді. Барлығы бір маған бір әдейі бір қарсы шығып жатырғандай әрекет жасап жатыр да. Оны менен алыстатқысы келіп ауыл аймақтағы темір тордың артына жіберсе де бардық. Түн демей күн демей сол темір тордың алдында тамақтасып жүрдік. Бірақ шынымды айтайын, оны қалай кірді сол темір тордың артына, содан кейін мүлдем көрген жоқпын. Білесіздер, енді біздер ресми түрде некеде тұрмағандықтан мені ол жерге кіргізбейді. Сонымен не керек, содан бері әлі күнге дейін хабар жоқ. Ол не болып жатыр, оған жағдайы қалай, бәрі жақсы ма, хабардар жоқ. Хабарсыз отырмыз барлығымыз. Хабар ошарсыз, тек қана күтудеміз. Ал адам күткен кезде уақыт деген өтіп болмайды ғой. Сіздер ойламаңыздар, күліп жүргенге, жаңағыдай артық әңгіме айтпағанға, осы бір қиналмайтын, еркен бір жүрген қатын деп. Сөйтіп білетініңіз белгілі әрине. Бірақ адамның сыртқы кейпіне қарап, оның сыртынан тон пішудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Осындай жағдайлардың кесірінен шыны керек, мен тіпті ауырып та қалдым, қатты ауырдым, қатаң түрде тіпті 1 ай бойына үйден шықпастан жаттым, көшу керек болды. Себебі мен ауырған жаңағы диагнозым кішкене жұқпалы болғандықтан жақындардан алыстау керек болды. Ал оны халықтың барлығы керісінше ойлады да. Ой, анаумен бүйтіп қалған, тек мынаумен керісіп қалған депті. Ал оның бергі жақтағы түпкі негізіндегі себебін ешқайсысы білмейтін. Негізгі себебі менің осындай жаңағыдай тамақ ішпей қалғаны өздеріңізден көрдіңіз ғой, жаздың кезінде тіпті мен қу сүйегімнен басқа дым қалған жоқ. Қу сүйегімнен басқа ештеңе қалмады. Асқазанда еш нәрсе жоқ, тамақта батпайды, суда батпайды. Бұлай Инстаграм желісінде енді анамның өзі телефонымды әкеліп беріп, бір хабарыңды берші, Инстаграмға шықшы, бүйтіп солып қалмашы дегеннің өзінің жаңағы өтініші, аналық бір өтініші болғандықтан шыны керек өтірік күліп Инстаграмға шығып жүруіме тура келді. Бірақ өздеріңіз де білесіздер, ол кезде мүлдем андай энергиям жоқ, бір еш нәрсеге зауқы жоқ адамдар болады ғой. Сондай кейіпте жүрдім, сондай күйде жүрдім. Қатты ауырып қалғаннан кейін бірден басқа үйге көшіп, сол үйде 1 ай бойына жаңағы медсестралар дейді ғой, солардың қарауында 1 ай бойына жаттым. Үйден шықпастан. Себебі тамақ жемегеннің кесірінен, бір жағынан жүрекке алып жылай бергеннің кесірінен, ол енді түнімен шыны керек бір ұйқым бөлінді. Мүлде ұйықтамаймын, түнімен жаңағыдай жастықты құшақтап тек жылап Құдайдан экс жігітімнің бостандыққа шығуын тілеуден басқа менің амалым қалмады. Содан басқа ешқандай менің амалым жоқ. Бір жағынан анасында ойлап жыладым, себебі үлкен кісі болғандықтан, жалғыз баласы болғасын, өзім ана болғасын, ана ретінде ол ананы да түсіне білдім да. Сол кезден бастап сол экс жігітімнің анасымен қарым-қатынасымыз өте жақсара бастады. Екеуміз бір-бірімізді түсінгендей болдық. Бірақ кеш түсіндік та, бір жаманы. Экс жігітім арамызда жоқ кезде ғана түсіндік та. Оны бізден алыстатқан кезде ғана біз түсінісе білдік. Оған дейін тек ашуға бой беріп жүрдік. Сонымен өмірімнің күл талқаны шықты.
Бұл аудиомда да көріп отырған шығарсыздар, басымнан көп нәрсе өтті. Экранның арғы жағында не болып жатырғанын осы аудиодан толыққанды біле алдыңыздар деп ойлаймын. Бірақ жығылғанға жұдырық жасап жатырған адамдарға айтарым, өмір алма кезек. Бір адамның басында болған қайғыға, бір адамның басынан өтіп жатырған мәселеге ешқашан күлме. Себебі сол жағдайға душар болмасыңа кім кепіл? Мына өмірде тіпті сөз тұрмақ судың да сұрауы бар. Сол үшін аузымызға, тілімізбен жағымызға ие болып жүрейік. 10 күнәнің 9-ы тілден демекші, тілдеріңізге абай болып жүріңіздер. Басқалардың өміріне қызыққаннан гөрі өзіңіздің өміріңізге зейін қойыңыз деп айтқым келеді. Барлықтарың